Баршаларыңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін өте дәмді тауық етінен манты дайындайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Каналға тіркеліп, комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Өте дәмді, керемет және де тойымды болып шығады. Бізге 6-7 бас жуа қажет болады. Одан да көбірек жасасаңыздар, тіптен мантыларыңыз сочный болып шығады. Осылай үлкен көлемде турайсыздар. Қатты ұсақтап жібермейміз. Видеодан көріп тұрғандай, осылай үлкенірек көлемде турайсыздар. Одан кейін картоплымызды дәл солай 2-3 бөлікке бөліп, орташа көлемде тураймыз. Барлығын осылай жақсылап турап шығамыз. Көріп тұрғандарыңыздай, осындай көлемде турайсыздар. Тым қатты ұсақтаудың қажеті жоқ. Одан кейін тауық етін қосамыз. Мен тауықтың 2 сан етін қостым. Оны да үлкен көлемде турайсыздар, 4 бұрыштап. Ірі етіп тураймыз. Бұл жерде тауықтың сүйегімен бірге қосып турай бересіздер. Дәл шашлыққа турайсыздар ғой. Солай турайып, сүйегімен бірге қоса бересіздер. Бөліп барлығын қосамыз. Негізінде 2 сан еті жеткілікті. Егерде еті көбірек болсын десеңіздер, тағы да қоссаңыздар болады. Осылайдан барлығын жақсылап турап аласыздар. Одан кейін мен көк жуа қостым. Көк жуа болмаса, жусайда қоссаңыздар болады. Укроп, енді өз қалауларыңыз бойынша қоса бересіздер. Міндетті түрде қосыңыздар. Одан кейін тұздаймыз. Тұз қатты көп қосып жібермеңіздер, өйткені приправалардың ішінің барлығында тұз болады. Чесночный приправа, паприка бар екен, кішкене соны да қосып жібердім. Тауыққа арналған приправаны қостым, қара бұрыш. Одан кейін сұйық май қосамыз. 3-4 ас қасықтай сұйық май. Одан кейін үлкенірек ас қасықпен толтыра 3-4 қасықтай майонез қосамыз. Майонез қорықпай қоса беріңіздер, өйткені майонез мантыларыңызды сочный жасайды. Аз қоссаңыздар құрғақтау болып қалады. Осылай дайындаймыз. Одан кейін қамырымызды дайындаймыз. Менде бұл жерде 500-600 граммдай ұн, одан кейін 2 ас қасық сұйық май және де тұзды суды қосып қамыр илейміз. Тым қатты, тым жұмсақ қылдырмаймыз. Орташа көлемде қамырымызды илеп, бірнеше бөліктерге бөлеміз де, кесектен алып шетінен жаямыз. Онымызды себе отырып, қамырымызды жаямыз. Жоқалау етіп жаямыз. Одан кейін оны үлкенірек етіп бөлеміз. Осылай видеода көріп тұрғандай, осылай үлкен етіп бөле бересіздер. Себебі бізде тауығымыздың еті болғандықтан қамырымызды кішірек қылдырып бөлмейміз. Осылайдан бөліп, барлығын жайып шығамыз да, ортасына начинкаларын салып шығамыз. Одан кейін мантымызды жақсылап ашылып кетпейтіндей түйеміз. Еш қиындығы жоқ. Бұл жерде тек қана тауық еті болмаса, күнделікті етпен жасап жүргенде мантымыз дайын болады. Бір жағынан өте дәмді, әрі тойымды болып шығады. Осылайдан барлығын түйіп, мантываркамызға орналастырып, дәл солай келесі қамырымызды дайындап, мантываркамызға орналастырамыз. Осылай үлкен көлемде бөліп алып, начинкамызды саламыз да түйеміз. Қайнап тұрған суға 45 минутта пісатын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді, керемет, тойымды болып шығады. Көріп тұрғаныңыздай сочный болып шықты.
міндетті түрде жасап, каналға тіркеліп, комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Алда көптеген керемет рецепттермен бөлісетін боламын.